Әсия апа жастайынан 4 баламен жесір қалып, оларды ешкімнен кем етпей, елге сөз болмай өсіріп бағып қақты. Енді міне ұлдарының рахатын көрер кезде, тұңғыш ұлы Ғазиз үйленіп қызды болған шағында жол апатынан көз жұмып, келіні Мөлдір жесір қалды. Мөлдірдің жан күйзелісін Әсиядан артық ешкім түсіне қоймас сірә. Мөлдір жылағанда жұбаныш, құлағанда қуаныш болып, үнемі жанынан табылатында Әсия еді. 4 ұлын жалғыз өзі өсірсе де, ұлдарының бәрі де ер мінезді, өжет, арыстандай айбатты, қайратты, ештеңеден тайсалмайтын нағыз ер азамат. Әсіресе Ғазизін ерекше жақсы көрді. Жүрегі елжіреп тұратын. Артынан қалған жалғыз ізбасар қызы Лаураны көзінің қарашығындай, қызғыштай қорғап, мәпелеп өсіріп бағуда.